теңдеулерді шығарудың тағы да бір көзделген жолдары бар. Немесе күрделі көрсеткіш теңдеулерді десек болады. Айталық, жаңа айнымалы енгізу немесе біртекті теңдеулер деп атап жатады. Соны бастапқы бір түсінік берейік. Не ол жаңа айнымалы енгізу деген қандай теңдеулер болады екен, иә? Біз дәреженің сыртынан дәреже болса, олар көбейтілетінін білеміз. Мысалы, мынандай дәреженің қасиеті бар, иә? А-ның К дәрежесі сыртынан N дәреже тұрса, онда К мен N көбейтіледі, А-ның KN болады. Егер санмен көрсететін болсақ, KN, мына N-ді дұрыстап салайын сіздерге. Санмен көрсететін болсақ, егер 2-ның 3 дәрежесі сыртынан 4 дәреже тұрып тұрса, онда 3 пен 4 көбейтіледі, 2-ның 12 дәрежесінен болады. Иә? Қараңызшы, егер бізде 3-дің x дәрежесінің квадраты мен 3-дің квадратының x дәрежесін салыстыру керек болса. Олар қандай десек, біз айтамыз, әрине олар бір-біріне тең. Неге? Өйткені дәреженің сыртынан дәреже тұрса, олар көбейтіледі. Яғни мұндарда x пен 2 көбейтіледі, 2x дәреже болады. Мұнда да 2 мен x көбейтіледі, 2x дәреже болады. Яғни екі жағы да бірдей шықты. Сондықтан 3-дің x дәрежесінің квадраты немесе 3-дің квадратының x дәрежесі бәрі бір. Енді мұнарда 3-дің квадратын есептеп 9 деп жазылады, 9-ның да x дәрежесі деп болады. Сол кезде 3-дің 2x дәрежесі немесе 9-ның x дәрежесі ол бір нәрсе. Енді қараңыздар. Егер бізде 3-дің x дәрежесі a болатын болса, онда 3-дің 2x дәрежесі не болады? 3-дің 2x дәрежесі дегеніміз ол 3-дің x дәрежесінің квадраты. Ал 3-дің x дәрежесін біз a деп алсақ, онда ол не болады? A-ның квадраты болады, әрине. Немесе бұлай, 3-дің x дәрежесін біз a деп алсақ, 9-ның x дәрежесін не деп аламыз? Әрине, a-ның квадраты. Себебі 9 деген ол 3-дің квадраты, немесе 3-дің 2x дәрежесі ол 9-ның x дәрежесі. 3-дің 2x дәрежесі a квадрат болса, 9-ның x дәрежесі a квадрат болады. Сондықтан мына жерде жаңа айнымалы енгізудің бастапқы түсінігін енгізіп жатырмын мен сіздерге. Енді теңдеулерде қандай нәрсеге мұқият болу керек? Тағы да бір қарап өтейік. Мысалы, бізде былай берілуі мүмкін. 5-тің 1,5x дәрежесі 1,5x дәрежесі. Немесе 5-тің 3x дәрежесі берілуі мүмкін. Ең басты маңызды принцип, егер негіздері бірдей болса, онда біріншісінің дәрежесі екінші дәрежесінен 2 есе үлкен болып тұру керек. Сол кезде мынаның квадраты болады. Яғни мынауны біз b деп есептейтін болсақ, онда мынау бізде b квадрат болып есептелінеді. Себебі оның дәрежесі 2 есе. Мынаның сыртынан квадраттағанда шыққан себебі дәреженің дәреже көбейтіледі. Мынау 3x, 1,5-ді 2 бөлсек. Немесе былай жазылады. 4-тің айталық 2x минус 1 дәрежесі және 16-ның 2x минус 1 дәрежесі. Мына жерде жаңа негіздері бірдей, дәрежелер 2 есе болды. Мына жерде дәрежелері бірдей, қараңыз, 2x минус 1 дәреже, мынау да 2x минус дәреже. Бірақ негіздерінен көрініп тұр, мына санның квадрат екен, 16 4-тің квадрат екен. Сондықтан біз мынаны жаңа бір c деген айнымалды енгізсек, онда мынау дәл сол c-ның квадраты болады. Яғни біз не түсіну керекпіз? Дәрежелері бірдей болып тұрса, негізінің квадратын көру керекпіз. Негізі бір сан екіншісінің квадраты болу керек. Ал негіздері бірдей болып тұрса, астындағы сандар, онда дәрежелері 2 есе екенін көріп тұрмыз. Сол кезде біз жаңа айнымалы біреуін b квадрат, біреуін a, біреуін a квадрат деп енгізе аламыз. Ол кейбір кезде дәрежелер өрнек түрінде беріледі. Мысалы, бізде былай болуы мүмкін. Айталық 7-ның 2x минус 1 дәрежесі, немесе 7-ның мынаны 2-ге көшіріңізші, 2x минус 1-ді толығымен 2-ге көшіріңіз, 4x минус 2. Міне, мынау деген бізде кішісі k болса, мынау k квадрат болады. Себебі бұның дәрежесі мына дәрежесінен 2 есе үлкен, негіздері бірдей болса да. Енді көрсеткіштік теңдеулердің жаңа айнымалы енгізіп шығару әдісі осыдан басталады. Енді біз нақты бір теңдеулер қарастырайық. Айталық бізде 3-тің 2x минус 3 дәрежесі азайтылған 28 көбейтілген 3-тің x минус 2 дәрежесі және қосылған 9 деген теңдеу берілсе, мына жерде біз бірдей негіздер көріп қалдық. Негіз ол тек қана дәрежесінде x бар жерлерін негіз деп атаймын. Мына 28, 9 ол бос мүше, бос сандар болады, Бірақ мынаның дәрежесіндегі x минус 2-ні, мына x минус 2-ні 2-ге көбейтіп жіберсем, x-ті 2-ге 2x болады да, 2-ні 2-ге минус 4 болу керек еді. Ал менде мына 3-тің дәрежесінде 2x минус 3 тұр. Қалай мен минус 3-ті мына минус 4 арқылы жазам? Ол үшін мен минус 4 қосу 1 десем болады. Арасында да минус 4-ке 1 қоссақ минус 3 шығады ғой. Сол кезде 3-тің мына дәрежесі маған керек болады. Онда мына дәрежесін не істеймін? Егер дәрежелер қосылып тұрса, қай уақытта дәрежелер бір-біріне қосылып тұратын еді, былай n мен k дәрежесі?
егер екі негіз бір-біріне көбейтіліп тұрса, біреуіне n дәреже, біреуіне k дәрежені қосындының екі жағын бөліп беремін екеуіне. Сондықтан мен мынаны былай ажыратып жазамын. 3-тің бірінші керек дәрежесі 2x-4 еді, көбейтілген екінші 3 мына 1 дәрежені алып тұрады. 3-тің 1 дәрежесі ол кәдімгі 3 деген сан. Сол кезде біз не ұттық? Қараңыздар. Жаңа айнымалы енгізе аламыз ба? Әрине біз осы жерде жаңа айнымалы енгізе аламыз. Сіз қараңыз, 3-тің x-2 дәрежесіне қараңыз, 3-тің 2x-4 дәрежесіне қараңыз. Ол мынау 7-ның 2x-1 мен 7-ның 4x-2 сияқты мынау үлкені мынаның 2 есесіне, яғни мынаны 2-ге көбейтіп жібергенде 2x-ті 2-ге 4x, 1-ді 2-ге 2 шыққан сияқты. Мына x-ті 2-ге көбейтсек 2x, 2-ні 2-ге 4 шығады. Яғни не дейміз? Егер мен мынаны қандай да бір n әріпі ретінде алатын болсам, онда мынау дәл сол n-нің квадраты шықты. Мына көбейтіліп тұрған 3 алдына сан ретінде жазам, ол сан, минус 28 ол сан, плюс 9 ол сан тұра береді. Яғни мен мынаны n деп енгіздім. 3-тің x-2 дәрежесінің орнына n деген жаңа айнымалы енгіздім. Болды. Кәдімгі квадрат теңдеуден n-ді есептеу керекпін. Ал кеттік. 3-н квадрат минус 28-н қосу 9. Веттің анау екінші әдісі бар, веттің екінші әдісі деген мына n квадраттың алдындағы санды бос мүшеге көбейтеміз, сол кезде n квадраттың өзі қалады. Яғни келтірілген квадрат теңдеу түріне келтіреміз. Енді ветті қолданамыз. n1 қосылған n2 тең болады. Мынау қарама-қарсыдан алыңыз. 28. n1 көбейтілген n2 бізде болады 27. Өз таңбасымен. X-тан қоссақ 28 көбейтсек 27, ол оңай. Ол 1 және 27. Енді олардың әрқайсысын жеке-жеке 3-ке бөлеміз. Неге 3-ке бөлеміз? Себебі мен басынан 3-ке көбейтсем, мен сонда соларды 3-ке бөлеміз. Сол кезде 3-тен 1 болып қалма берді, бөлінбейді. Ал 27-ні 3-ке бөлсем 9 шығады. Болды, менде n-дар шықты, бірақ n деген ол мына жерде тұр ғой. Маған x табу керек, себебі басында теңдеу x-ке байланысты берілді. Мен n-нің орнына кезекпе-кезек 3-тен 1-ді қоямын бірінші, сосын 9-ды қойып есептеймін. n орнына 3-тен 1-ді қойғанда 3-тің x-2 дәрежесі тең болады. 3-тен 1-ді мен 3-тің минус 1 дәрежесі деп жазам. Екі жақ негізі бірдей болса, дәрежелерін бір-біріне теңесем. Яғни x-2 тең болады минус 1 болады да, минус 2 плюс 2 қылып шығады. Сол кезде минус 1-ге 2 қосылады, 1 болады. Бірінші түбір. Енді n-нің орнына 9 санын қоям. Сол кезде менде 3-тің x-2 дәрежесі тең болады. 9 дегенімізде 9 дегеніміз 3-тің квадраты деп жазамыз. Сол кезде 3-тері кетеді. Мынау дәрежелерді теңестірем. Яғни негіздері бірдей болса, дәрежелері тең болу керек. Теңдік сақталу үшін минус 2 плюс 2 болып кетеді. X тең болады, 2 қоса 4. Міне екінші түбір шықты. Осылай. Жаңа айнымалы енгізу дегеніміз осы. Яғни бір жерден негіздері бірдей болса, біріншісінің дәрежесі екіншісінің дәрежесі 2 есе үлкен болып тұру керек. Немесе дәрежелері бірдей болса, онда негіздері квадрат екені көрініп тұру керек. Тағы бір көрсеткіш теңдеулердің жаңа айнымалы енгізуден басқа бір жолы бар. Бір текті деп атаймыз, Кейбір кезде мынандай бір түрде теңдеулер берілуі мүмкін. Қараңызшы. 3а квадрат минус 2ab минус b квадрат. Мына теңдеудің қиындығы неде? Мынарда екі негіз бар. Біреуі a, біреуі b. Ал маған бір негіз керек. Яғни бір текті дейміз, егер теңдіктің мына екі жақ шетінде квадраттар тұрса. Екі жақ шетінде квадраттар тұрса, міне a квадрат және b квадрат. Ал ортасында сол екеуінің көбейтінділері, квадратсыз көбейтінділері, яғни мына a-ның, b-ның көбейтіндісі тұрса, онда бұндай теңдеулердің барлығын мына екі айнымалының біреуінің квадратына бөліп жіберу керек. Яғни барлығын a квадратқа немесе b квадратқа бөліп тастау керек. Мен мына ең соңғы мүшенің квадратына бөлем. Сол кезде 3a квадрат бөлінеді b квадратқа, минус 2ab да бөлінеді b квадратқа. Астына b квадратта b көбейту b деп жазайыншы. Себебі ол бәрібір b квадрат қой, ыңғайлы b мен b-ны қысқартуға қазір. Және мына ең соңғы b квадраттың да b квадратқа бөлем. Және оң жақтағы 0-ды да b квадратқа бөлем. Теңдеудің барлығын b квадратқа бөліп шықтым. Сол кезде a квадрат бөлінген b квадратты басқаша қалай жазуға болады? 3 көбейтілген a бөлу b-ның квадрат деп жазуға болады. Мынарда b-ларын қысқартып 2a бөлінген b деп жазуға болады. Мынарда b квадрат болса әрине 1 болады. Тең 0-да кескен самыз 0 болады. Енді не ұттық? Мынарда да a бөлу b, мынарда a бөлу b. Негіз екі жерде бірдей болып қалды. Ал сол негізді мен жаңа айнымалы ретінде аламын. Мысалы a бөлу b-ны мен қандай да k деп алсам, сол кезде 3k квадрат минус 2 мынау деп отырамыз. k минус 1 тең 0. Яғни біз бір айнымалысы бар квадрат теңдеу шығарып бере аламыз. Дұрыс па?
Енді осындай бір теңдеу түрін қарастырайық. Мұқият болыңыз. Екі жағында, екі жақ шетінде квадрат тұру керек. Ал ортада солардың квадратсыз көбейтінділері тұру керек. Айталық, менде бір мынандай мысал болсын. Дәл осыған келетін құрастыруға, мен басқаша құрастыруға мынандай алайын. 20 көбейтілген 5-тің 2х минус 6 дәрежесі минус 41 көбейтілген 20-ның х минус 3 дәрежесі және қосылған 20 көбейтілген 4-тің 2х минус 6 дәрежесі тең 0 деген теңдеу қарастырайық. Арда 0 сыймай қалды, шамалы 0. Енді екі жақ шетіне қараңызшы, квадрат көріп тұрсыз ба? Яғни 5-тің 2х минус 6 мен 4-тің 2х минус 6 дәрежесі мынау 5-тің х минус 3-нің квадраты. Ал мынау 4-тің х минус 3 дәрежесінің квадраты. Себебі дәрежесін дәрежеге көбейтеді, 2-ні х-ға 2х, 3-ті 2-ге 6 болады. А мынау не? А мынау 5-тің х минус 3 мен 4-тің х минус 3-нің көбейтіндісі емес па? Дұрыс па? Себебі дәрежелер бірдей болса 5-ні түргенде 20 шығады. Яғни біз екі жағында а квадрат пен б квадрат, ортасында а-б-ны көріп тұрмыз, міне мынау а квадрат, мынау б квадрат болса, мынау а-б сияқты. Иә, әрине. Онда біз барлығын жазып қояйық сандарын. Мынаның алдында 20 тұр, мынаның алдында 41 тұр, мынаның алдында 20 тұр. Барлығын онда біз бөліп тастайық ең соңғы мынау квадратқа, ең соңғы заттың квадратына. Яғни ең соңында 4-тің х минус 3 дәрежесінің квадраты тұр ма? 4-тің х минус 3 дәрежесінің квадратына бөліп тастайық. Мынаның да екі жақ шетін және ортасын. 4-тің х минус 3 дәрежесі квадрат деген 4-тің х минус 3 дәрежесі көбейтілген 4-тің х минус 3 дәрежесі квадрат бір затты екі рет қайталау. Бұлай оңай, мына екеуі былай қысқарып кетеді, мына мүлдем қысқарып кетеді. Басында мына екеуінде де көрсіз сыртта х минус 3-тің квадраты, х минус 3-тің квадратын мен олай екі рет жазбаймын, мен 20 деймін. Сан тұра береді. Және 5 пен 4-ті бір бөлшек ретінде жазамын да, жақшаның сыртына х минус 3-тің квадратын 2х минус 6 дәрежеде жазамын. Ары қарай мына 41-ді салам. Мынарда 5-ні х минус 3, 4-ні х минус 3 дәрежесін мен 1-ден 4-тен 5-ні х минус 3 дәрежесі деймін. Және ең соңында 20 деген сан қалды. Болды, енді сіздер жаңа айнымалы енгізе аласыздар. Сіз көріп тұрсыз ғой, мына нәрсені мен а десем, онда мынау дәл сол а-ның квадраты. Неліктен? Өйткені мынаның дәрежесі мынаның дәрежесіне 2 есе үлкен. Х минус 3-ті 2-ге бөлсең, 2х минус 6. Болды, енді мына квадрат теңдеудің түбірін тапсаңыз болады. Дискриминантын 41-дің квадраты 1681, азайтылған 20-ның 20-ға 400, 4-ке 1600 болады. 81 шығады, 81 ол 9-ның квадраты. Сол кезде түбірлері қандай шығады? А1 мен А2 түбірлері. А1 мен А2 түбірлері 41 плюс минус 9 бөлінген 2. 41-ге 9, 2 емес, 2-ні 20-ға көбейтемін, айтпақшы. 40 болып кетеді сол кезде. 41-ге 9-дан 50, 50-ді 40-қа бөлсем, 0-дері қысқартады, 5 бөлу 4 болады, бірінші бір. 41-ден 9 десем 32, 32-ні 40-қа бөлсем, 8-ге қысқартам, 4 бөлу 5 болады. Енді 4 бөлу 5 пен 5 бөлу 4 ол А, ал А-ны мен мына жерде міне А-ны мен алдым 4-тен 5-ні х минус 3 дәрежесін. Енді сіз алдындағылар сияқты мына 4-тен 5-тің х минус 3 дәрежесін теңестіресіз. Бірінші жағдайда 4-тен 5-тің өзіне, бірінші бірге, екінші жағдайда 4-тен 5-тің х минус 3 дәрежесін теңестіресіз. Нешеге? 5-тен 4. 5-тен 4 деген ол 4-тен 5-тің минус 1 дәрежесі. Мен әдейі негіздерін бірдей қылып жазып жатырмын. Сол кезде сіз дәрежесін теңестіресіз. Негіздерін алып тастайсыз да, х минус 3 тең болады 1 дейсіз, х тең болады 3 қосылады 4. Бірінші бір. Мынарда х минус 3 тең болады минус 1 дейсіз, минус 1-ге апарып 3 қоссаңыз, х тең болады 2. Осындай түбірлер шығады. Яғни осындай бір көрсеткіштік теңдеулердің күрделі түрлері бар.